Саламатсыздар ма? Жаңадан сайлаған. Мен сізге келіп, мен бұл жерде алып жатырмын. Ситуациямен танысып. Саламатсыз апа, сіздер звондадыңыздар ма? Жақсы. Жануар Рахматулла, бейне және аудио жазылым жүруде. Қазір тұрғындар пікірлеріңізді айтасыздар ма апа, не мәселе отқан? Пікірді айтқанда мінекей. Мына біз предупреждение, бізге алдын ала айтпаған, көшіріп әкететін. Сіз осы жақтың тұрғынысыз ба, әлде кәсіпкерсіз ба? Осы жердің тұрғыны болды. Сосын кейін осы 1 жыл болды. Мынаны ашқанына 3 жыл болғанда, бірақ сонда да осы 1 жыл бойы жаңағы мынаны әлеуметтік магазин болатын болсын, соны қалдыр дедік. Енді келіп алып кетейін деп жатыр ма сон? Кетейін десем, анандай қойған екен. Іліп қойыпты ма? Иә. Сағаттың ішінде дайын тұратын, әкетіп қаламайды, барамай отырмын ғой документті. Болды. Кәсіпкер қайда бұны жүргізіп жатқан? Келді ма, келмеді ма? Естіп жатыстар жағдайда. Әлеуметтік дүкен. Қазір біз Байтұрсынов, Рысқұлов, Жұмабаев көшелері осы ауылдың тұрғындарына арналған қолжетімдік. Түркістан әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы акционерлік қоғамы мемлекеттік ұйым, әлеуметтік дүкен. Осының ішінде тұрғындарға, яғни халыққа арналған қолжетімді бағада тауарлар ұсынылады. Мемлекет сондай жеңілдік береді тұрғындарға. Сол мемлекет беріп жатқан жеңілдік, кез келген дүкен бар бұл жерде. Тек қана осыда жаңа 19 тауар еді, енді қазір соны үкімет 31 тауарға арттырды. 31 тауар болды жалпы саны. Соны мүмкіндігі әлеуметтік жағдайы төмендеу, орташа отбасылар келіп өз жерден тауарларын алып тұтынатын. Соны қазір көріп тұрсыздар, мына жерге іліп алыпты ғой. 2 минуттан мына жерге қояды да мен жабыстырып кетейін деп жатыр. Бұл не бассыздық? Адамдардың жағдайы әр ықшам ауданда, шағын ауданда Жандостасов. Осында әлеуметтік дүкен болу керек. Халыққа қолжетімді тауар ұсынылу керек. Дұрыс па? Енді сол тұрған нәрсен, дүниені не себепті алып кетіп жатсыздар? Адамдар онсыз да қымбат нәрседен шаршаған. Қазір 19 тауар еді, 31 тауарға соны көбейтті. Үкімет жағдай жасап жатыр, бірақ жергілікті орында соған қарсы әрекет жасап тұрған ғой. Сол сияқты болып тұр. Сосын мен бір естігенім, әлеуметтік товарды жөн сатылмайды, азаннан кешке дейін отыр дейді. Ішінде қалай отырады бұл магазинші. Условиясы жоқ ішінде да, мысалы. Енді условиясы жоқ кезде біз рұқсат бердік қой. Әлеуметтік товар келген кезде 3 сағаттың ішінде, 2 сағаттың ішінде таусылады. Бәріміз тұрмыз ғой, азанмен келіп тұрамыз. Аламыз, бәрін алып кетеміз. Ол бедеттеп не алады? Туалеті жоқ болса, туалетке дептен шығады. Жағдай жасалмаған дейді ғой сатушы. Жағдайда жасалмаған магазинші. Бірақ сол магазиншіге жаңағыдай товар әкелетін Түркістанның жаңағы кәсіпкерлері ма? Солар айтады дейді жаңағы. Не дейді? Келіп тексеріп тұрады. Кешке дейін не отырмайсың деп айтады. Режим не сақтамайсың дейді ғой. Ал дүкеннің ішіне өздері мемлекет берген ғой, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияның берген нысаны ғой. Өздері саудагерлерге жағдай жасамай тұр ғой. Ішіне жылу орнатылмаған, жаңа дәрет сындыратын жағдай бар. Адам ғой, адами фактор ғой, шығу керек қой. Соған өздері жағдай жасамай талап етеді дейсіз ғой тағы да. Түсіндім. Түсінді. Кәсіпкердің өзгін? Кәсіпкердің өзгін? Түсіндім. Әлеуметтік маңызы бар тауарлар сатылып кетіп жатыр. Ол кешке келсең бәрібір қалмайды. Адамдар бәрін алып кетіп жатыр. Ол кешке дейін отырғаннан оған не пайда дейсіз қой? Тұрғындардың, яғни сіздердің, біздердің осы ауылдың тұрғындардың қарсылығы жоқ болса да, Түркістан өзінен өзі келіп әрекет жасап жатыр ғой. Рұқсатсыз алып кетейін деп жатыр. Түркістан әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының Түркістандық филиалының кім басшысы? Білмеймін, біреу. Кепкадағы бала ғой, сол әкетемін деп. Қайсысы ана көктегі? Мен магазинші сол корпорацияда ма? Айналайын келген кезде маған келесі па бері? Дегім ғой. Сөйтсем шақырылмайды. Жануар Рахматулла жаңа ескерткен бейне және аудио жазылым жүруде деп. Өзіңіз таныстырып өтесіз ба? Кім Абзал? Фамилияңыз? Мұхтар. Қатырақ сөйлесеңіз өтініш. Кімсіз? Түркістан әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы. Корпорациясынан кімсіз енді?
Бас мамансыз ба? Не себепті бұл жерде тұрғындардың наразылығын естіп тұрып, не себепті алып кетейін деп жатсыздар? Қол жетімді дүкенді. Қол жетімді дүкен бұл Түркістанға келіп жаңалап Түркістан қойылайын деп жатыр да. Кентауға жаңасын қойайын деп жатыр по заявке. Аха, жаңасын алып келіңіздер, сосын артынан алып кетіңіздер. Оны кәсіпкер салып береді да сіздерге. Ой, қойыңыз өйтіп, ертегі айтып тұрғы мұнда, я? Салсын өз жерден, жер бөлсін, мемлекетте өз кезек. Жер біздікі ғой. Сатып алдыңыз ба? Иә, госактысы бар. Мемлекеттен сатып алмаған ғой, бұларға берілген ғой, енді біздікі деп сөйлемесеңіз, Кентаудікі ғой, біздің, яғни біздің тұрғындардікі ғой, дұрыс па? Өздерің кеп жерді алып кеп қойып берген дейсіңдер ғой Түркістаннан. Жаңа стандарт бойынша дейсіз ба? Көрсетіңіз проектіңізді. Болған көргем қоңырды айтып жатсыз қой. Не он бермей жатсыздар қалаға бізге? Қанша он бердіңіздер қалаға? Әлде кәсіпкердің бәрін міндеттеп жатсыздар ма сондай салсын деп? А? Енді? Сіздер беру шарт емес па? Сіздер міндеттеріңіз емес па? Бір қалаға 10 шақтысын беру, я? Жетеу ғой сіздерде. Я. Енді соны келіп қалпына дәл сондай орнына қойып бермейсіздер ма? Жоқ, енді бізді алып кетейік та бұның жерін жөндейік. 24-тік қазір жері. Ке ауыстырайық. Енді ода проблема болмайды деп ойлаймын. Қайда аппарат басшысы келесіз ба? Осы жетеді бізге. Түркістанға жаңасын қоймайсың ғой, жаңағы Түркістанда итак Түркістанға қойып бер бізге. Сосын кейін бар алып кете бер. Иә. Машинаның астына түсем, қалдырамын. Алып кетеді да сосын болып ұстап ал дейсіз ғой артынан. Заев тастап кетсеңдер, замокын өзінің қолына берсеңдер. Кәс кесін. Кән жаңа замокын? Нағыз ма? Сосын балам, кәсіпкерлік несіне мен бар. Өтінішім бар да. Неғі осы затты предупреждение істеп алдын ала айтпайды. Айтып тұраусыз қалыпқа да. Хабарландыру шықты ма? Шыққан жоқ па? Айтпайды. Өйткені мен де остановкінде Аха. мен айтқан тұғым. Сұрақтарыма тротуар құрыды. Ауылдың, иә. Істетіп едіңдер ғой. Иә. Деп, дәл мен магазин алдына тоқсайды машинелердің остановкасы. Онымен жаңа 4-тің остановкасы үш жүр ғой. Иә. Сол себептен ол енді дұрыс қой, остановка болу керек қой. Иә, аялдама болу керек. Остановканы құрып беріңдер дедім. Соны құрып берді. Оған ақ жазған мен. Аха, жарайсыз. Адамды қол қойды. Одан кейін медпунктпен жаңа не ашты дедім. Процедураны ашты дедім. Иә. Енді соны әрекеттейін деп жатыр. Болды. Құда қаласа ашты дедім. Сіз ба жаңа кім орынбасар? Жанбол Рахматулла жөн бейне және аудио жазып жүруде өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Кентау қаласы әкімінің орынбасары Нұрдәулет Данабайұлы. Қанабайұлы ма? Данабайұлы. Данабайұлы, иә. Танысқаныма қуаныштым. Мына жағдай естігеніңіз қанша уақыт өтті? Қазір ситуацияны енді естіп отырмын. Қазір облыстың басшылығымен де, қазір бүкіл мекемелердің басшыларымен байланысып шешуге тырысып жатыр. Қазір мен мына жер тексере салайыншы, қанша квадрат берген? 24 квадрат деді ма, соны 50-ге көбейтеміз деп тұр ма енді бұлар? Мына жерді кеңейтеміз деп жатыр ғой. Жаңа айтқан жоқ па сізге бөлім? Енді осы жылы қоятын өздері 50-ге көбейтеміз деп жатқан шығар. Жөн негізгісі қанша екен, қазір өзім ақ көре салайыншы, мүмкін үлкен шығар, мен бір рет тексерген болатынмын. Оператор боласыз ба? Иә. Сәл былай тұр. Күн суатыр астынан. Болды. Қазір мына жер тексере саламыз, 50 квадрат етпекшіміз дейді. Мүмкін бұл жердің өзі үлкен шығар. О, интернет. Түркістан облысы, біз Кентаудамыз. Карталар Google-ға қоямыз. Енді кеттік. Тексерейік. Рас па, рас емес па айтып жатқаны. Біздің тұрған орнымыз Байтұрсын. Рысқұлов пен Байтұрсыновтың қиылысы. Мына жердеміз біз. Міне тұр. Енді жерді пайдалану мақсатын көрейік. Жерді тексереміз. 100 квадрат. Қан анау? Міне 100 квадрат. Менге құлағымнан теуіп тұр. Келес па? Кәсіпкерлік. АКК. Міне апалар, сіздерді алдап тұрғаны көрініп тұр. 100 квадратты мемлекет берген екен өз жерге. 100 квадрат берген, қазір 24 қана, соны 50-ге үлкейткіміз кеп жатыр дейді. Бұл жерде
24-нен 4 есе, 50-нен 2 есе үлкен жер. Для основного социальный магазина дейді. Иә? Мына әкім орынбасар, мына геопортал Түркістан облысының 100 квадрат. Көріп тұрсыз ба? Дәл қазір көзіңізше ашып онлайн көріп тұрмыз. Там барашаны. Келесіз ба өтініш арқаңыздан ес қуалап жүреміз ба? Bir 5 minut berіңізші. Lan білесіз ба? Иә. Жо, мына жерде оқысаңшы, не деп тұр? Иә. Не деп тұр? 100 метр квадрат. Енді? Кентауда- Сіз жаңа 24 дедіңіз ғой. Кентауда былай салынбайды ғой негізі 100 метр қылып береді земельный. Барып земельныйдан сұраңыз, сенбесеңіз. Тым түсінбедім, сіз 24, соны 50 қылғанбыз дедіңіздер. Мына жерде 100 қып сіздерге артық етіп берген екен ғой, не Дұрыс жетіп қой, жатыр енді? Кентауда Аха. 100 метр қылып береді жерді. Аха. 24 қылып бере алмайды, 50 қылып бере алмайды. Енді? Сенбесеңіз земельныйдан сұраңыз. Сіздерге енді қанша керек? 100 метр қылып қалай саламыз ол? Уже модульный болмай қалады. Енді міндетті түрде сізде соның шегі ғой, соның ішіне 100-ге сыйғызыңыз деп тұр ғой. түсініп тұрсыз, бұл Түркістан қаласынан келген магазин ғой, білесіз ба, Енді? Кентау қаласына. Енді 24 магазин келіп тұрса, енді біздің жер болып тұрса, үстіне магазин қойып беріп жатыр ғой. Енді қойсаңыздаршы, қойып беріп жатыр, қалып кетіп бара жатсыздар ғой. Орнына қойып берем деп жатырмын ғой сізге. Мен сізге Жоқ, жоқ қойып беретіндеріңіз білеміз ғой сіздерді. Бірден мына жерге екіншісін алып кет. Техника жоқ па? Жалдап берейік па? Бұлай көтерілмейді. 24 қана көтеріледі. Бөліп болсын алып келуге болады ғой. Мына жақта Алу керек ол. адамдар шулатпай тып-тыныш жасайтын жұмыс қой. Ешқандай қиындығы жоқ қой. Мынаны қазір әлі қалалық ауылдық тұрғындар асаған. Толыққанды естіген жоқ. Мына жерде тұтынушылар толық еститін болса, мына жерде үлкен шу болады. Өйткені мына мемлекеттік для болсаңыз әлеуметтік магазин дүкен орнатуға 100 квадратты мемлекет беріп қойған біздің Кентау қалалық әкімдігі. Мына жері тұр. Есіп тұрсыздар, аңғарсыз тиеп әдемілеп дайындап қойған. Іліп алған, алып кетейін деп. Бұл үлкен бетонный нәрсе емес қой, бөлшектеп алып келуге болады ғой, металл конструкция ғой. Түркістанның заты Түркістан алып кетеміз деп. Түркістанның емес, бұл қазақтардікі ғой, жалпы Қазақстан азаматтарынікі ғой. Түркістан өзі жасап алып дейсіз ба? Үкімет берді Астанадан. Жеке меншіктер сияқты сөйлейді. Ерғали сіздерге аялдаманы 8 ай бойы уәде берген. Мен келіп түсіргеннен кейін бір аптадан кейін қойып кетті. Рахмет. Қазіргі таңда орнына қойып кететін болды. Бұлай халықтың әлеуметтік өздерінің қаржылы жағдайы сәл. Енді зейнеткерлерде көбісінде зейнет жаңағы әкімдер сияқты, министрлер сияқты, президент сияқты зейнет ақысын алмайды ғой. Аз алғандықтан мүмкіндігі қолы қайсыған жетеді, соны алғысы келеді. Содан айырмаңыздар деп енді талап етіп жатыр ғой. Дұрыс, бұл кісілердің жан айқайымен 100% келсем. Мен қазір басқа тірліктермен жүргем, соны үлкен апалар звондағаннан кейін сөзін жерге тастамай келіп тұр. Мына жерде шаруам қалдырып, мына жерде қойып жатыр. Енді көріңіздер, куә болыңыздар. Оппа. Тұрғындар, жалпы Кентаудың тұрғындары емес, жалпы қалалықтар, қазақтар, Қазақстан азаматтары өз құқықтарыңыз талап етіп, үйде ғана жанбол үйтші деп отырмай, үстіп мәселенің орнына келіп, мән-жайды анық айтып, жасырмай, қорықпай, бұқпай мәселені көтеретін болсаңыздар, осындай жеңіске жетесіздер. Қойып қойдық, қайттан қазір кетеді бәрі. Жақсы, байланыстамыз, алдағы уақытта толықтай хабардар етіп отыратын болған бұл мәселеден. Автобусымыз, аялдамамыз өткенде алдыңғы айда қойғызған. Сәттілік, Жанбол Рахматуллаевич.